Сәлеметсіздер ме? Мен Белгис Бахари. Сіздермен бірге Interview of the Day бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Ли Куан Ю, мемлекеттік басқару мектебінің қызметкері Парак Ханна. Студиямызға қош келдіңіз. Ақылды қала деген ұғым қандай мағынада қолданылады? Бұл өте орынды әрі екіұдай сұрақ. Қазір ақылды қалаларға қатысты түрлі түсінік қалыптасқан. Бұл тек жоғары технологиялар шоғырланған орын ба, немесе ең үздік мамандар тоғысқан жер ме? Бұған қоса, ол заманауи технологияларды ендіруде аса әлеуетті мекен бе? Осындай түрлі анықтама беруге болады. Десек те, бұл айтылған жауаптардың барлығы да орынды қолданылған. Бастысы, барлығы бастан аяқ жаңа болу деген сөз емес. Ескі қалаларда ақылды шаһар бола алады. Мәселен, Еуропа қалаларының тарихы тереңде жатқанымен өте ақылды, жетілген мекендер болып табылады. Олардың дамыған жоғары технологиялық инфрақұрылымы, ғаламтор мен сенсорлық желілері, тәжірибелі мамандары бар. Астана сынды енді бой түзеген жаңа қалаларда ақылды шаһарға айнала алады. Сіздің ойыңызша Астананың ақылды қалаға айналу мүмкіндігі қандай? Бұл мақсатқа жету үшін не қажет? Ол үшін ең бастысы инфрақұрылым. Астана жаңа қала, сондықтан бұл жағынан әлеуеті зор. Жаңа талаптарға сай бой түсіп жатыр. Ғимараттардың барлығы экологиялық және қауіпсіздік стандарттарына жауап береді деп үміттенемін. Қатынау жеңілдігі үшін қоғамдық көлік желісі жақсы дамуы тиіс және білім беру жүйесіне баса назар аударылуы тиіс. Мұнда бірқатар беделді университеттер бар. Әртараптандырылған экономика құрып, қаржы, консалтинг, денсаулық сақтау, туризм мамандарын даярлау керек. Ақылды қала атану үшін Астана қандай белестерден өту керек? Жаһандық деңгейде ақылды қала атану үшін өзгелермен тығыз қарым-қатынас орнату аса маңызды. Қазақстан халқының саны аз, сондықтан Астана тұрғындары да көп емес. Сол себепті Ресейдің Новосібір немесе Өзбекстанның Ташкент сынды қалалармен байланыс жақсы болуы керек. Өзара әріптестік тәжірибе алмасу шаһардың дамуына сеп болады. Астана көліктік логистикалық торапқа айналған қала. Мұнда әуежай байланысы, автомобиль қатынасы, теміржол ағыны жақсы дамыған. Және бір жол бір белдеу бастамасымен жұмыс жасайтын жобалар қолға алынып жатыр. Алдағы 10 жылда транспорттық дәліздері мен жалпы логистикасы әлі еселене түседі. Рахмет, сау болыңыз.